Hello everyone, баршаңызға сәлем, сіздермен Сымбат. Бүгін бізде саналатын және саналмайтын зат есімдер тақырыбының екінші бөлімі. Бүгінгі сабақта біз саналмайтын ең көп кездесетін зат есімдерді қарастыратын боламыз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сабақ пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Ағылшын тілінде кейбір зат есімдер кейде саналатын болса, кейде саналмайтын болып қолданылады. Әдетте оны біз сөйлемнің мағынасына қарап ажыратамыз. Қазір мен сіздерге біраз зат есімдер мысалға келтіріп өтемін. Олар кей жағдайда саналатын болып қолданылып тұрса, кей жағдайда саналмайтын болып қолданылып тұр. Ендеше кеттік. Noise, шу, дыбыс. Саналатын болған жағдайда Did you hear a noise just now? A specific noise. Сен жаңа ғана бір дыбыс естідің бе? Бір дыбыс. Яғни бұл жерде дыбыс деп аударылып тұр, және дыбыс деген мағынада қолданылса, онда ол саналатын зат есім. Саналмайтын жағдайда I can't work here. There is too much noise. Мен бұл жерде жұмыс жасай алмаймын. Бұл жер өте шулы. Noise in general, жалпы түрде шу деген мағынаны білдірсе, онда саналмайтын зат есім ретінде қолданылады. Paper, қағаз. Саналатын жағдайда I bought a paper to read, a newspaper. Яғни газет деген мағынада, newspaper дегеніміз газет. Газет деген мағынада қолданылса, ол саналатын зат есім. A paper деп сөйлемде артиклімен саналатын зат есім ретінде қолданылып тұр. Саналмайтын жағдайда I need some paper to write on. Material for writing on. Яғни менің жазуға тиіс біраз қағазым бар. Бұл жерде қағаз, яғни жазуға тиіс материал деген мағынада қолданылып тұр, және бұл жағдайда ол саналмайтын зат есім. Байқасаңыздар, some сөзімен қолданылып тұр, some paper деп сөйлемде, ал бізде some сөзі саналатын да, саналмайтын да зат есімдермен бірге жүре береді. Келесі мысал, hair, шаш. Саналатын жағдайда There is a hair in my soup. One single hair. Яғни бір тал шаш. Менің мысалы ішіп отырған тамағымда бір тал шаш жүр деген сияқты. Бұл жерде бір тал шашты білдіріп тұрса, a hair деп саналатын зат есім ретінде қолдануға болады. Негізі жалпылама түрде келсе, адамның басындағы барлық шашын білдірсе, онда ол саналмайтын зат есім. Ағылшын тілінде hairs деп біз көпше түрде оны айтпаймыз. Мысалы, you've got very long hair. Not hairs, just hair. All the hair on your head. Яғни адамның басындағы шашын hair дейміз, және ол саналмайтын зат есім. Келесі мысал, room, бөлме. Саналатын жағдайда This is a nice room. A room in a house. Яғни үйдің бөлмесі деген мағынада қолданылса, ол саналатын зат есім. Яғни біз білетін бөлме кәдімгі. Ал саналмайтын жағдай ол You can't sit here. There is no room. Яғни a space, бос орын деген мағынада қолданылуы мүмкін room сөзі. Бұл жағдайда ол саналмайтын зат есім болып есептеледі. Яғни кеңістік, бос орын деген мағынада ол саналмайтын зат есім. Келесі тағы бір зат есім time сөзі. Time саналатын жағдайда Enjoy your trip, have a great time. Яғни демалысыңды жақсы өткіз, жақсы демалыс тілеймін деген мағынада болса, ол саналатын зат есім. Ал саналмайтын I can't wait, I don't have time. Мен күте алмаймын, менің уақытым жоқ. Әдеттегі біз білетін күнделікті жалпы уақыт деген мағына болса, онда ол саналмайтын зат есім. Келесі ерекше сөз experience. Біз білетін experience ол тәжірибе, жұмыс өтілі. Бірақ I had some interesting experiences while I was traveling деген сөйлемде experience сөзі things that happened to me. Яғни оқиғалар деген мағынада аударылады. Мен саяхаттаған уақытта көп деген қызықты оқиғаларды бастан кештім деп аударылады бұл сөйлем, және сондай мағынада қолданылып тұр experience сөзі. Сондықтан ол саналатын зат есім, және байқасаңыздар experiences деп көпше түрге қойылып тұр. Яғни ол саналатын зат есім болғандықтан.
Ал біз білетін тәжірибе, жұмыс өтілі деген мағынада ол саналмайтын зат есім. Мысалы, I was offered the job because I had a lot of experience. Not experiences, just experience. Experience of that type of job. Яғни, маған бұл жұмысты ұсынды, себебі менің жұмыс өтілім, яғни бұл жұмыста тәжірибем мол. Сондықтан жұмысты маған берді деген сияқты мағынада, яғни опыт работы көп деген мағынада. Сондықтан опыт работы, жұмыс өтілі деген, жұмыс тәжірибесі деген мағына болса, онда ол саналмайтын зат есім. Және ондай жағдайда біз оны көпше түрге қоя алмаймыз, жай ғана experience деген түрде пайдаланамыз. Ағылшын тілінде сусындар атауы, жалпы сусындар саналмайтын зат есім әдетте. Мысалы, coffee, tea, juice, beer, etc. I don't like coffee very much. Coffee бұл жерде саналмайтын зат есім ретінде қолданылып тұр. Бірақ кей кезде біз a coffee немесе two coffees деп айтамыз, яғни санаймыз. Қандай жағдайда? Бір кесе, бір шыны, немесе екі кесе, екі шыны деген мағынаны меңзеп тұрғанда. Яғни, 2 coffees and an orange juice please деген мысалда, 2 кофе және апельсин шырынын беріңізші деп аударылады. Яғни, бұл жерде нені меңзейді? 2 шыны немесе 2 кесе кофе және 1 шыны немесе 1 кесе апельсин шырыны деген мағынаны меңзеп тұр. Сондықтан, сондай жағдайда есептеу сөзін меңзеп тұрған жағдайда шыны, кесе, тарелка, ыдыс басқа да бір сөзді, есептеу сөзін меңзеп тұрған жағдайда біз санай аламыз. Экранда көрсетілген кестеде ағылшын тілінде әдетте саналмайтын және ең көп қолданылатын зат есімдер кездесіп тұр. Яғни ең көп қолданылатын саналмайтын зат есімдер. Шолу жасап өтейік. Accommodation тұрақ, яғни жилье, advice кеңес, baggage жүк, behavior мінез құлық, bread нан, chaos хаос, damage зақым, furniture жиһаз, information ақпарат, luck сәттілік, luggage жүк, news жаңалық, permission рұқсат. Progress прогресс, scenery пейзаж, traffic қозғалыс, трафик, weather ауа райы, work жұмыс. Бұл зат есімдермен біз n артикльдерін қолданбаймыз. Мысалы, I'm going to buy some bread or a loaf of bread. A loaf деген буханка, яғни бір буханка нан деген. Бірақ біз I'm going to buy a bread деп айта алмаймыз. артиклі bread сөзімен жүрмейді, себебі bread саналмайтын зат есім. Онымен some жүреді, немесе a loaf of bread жүреді. Бұл жердегі артиклі loaf сөзіне қатысты breadке емес. Яғни I'm going to buy some bread немесе I'm going to buy a loaf of bread. Бірақ I'm going to buy a bread емес. Келесі бір мысал, enjoy your holiday, I hope you have good weather. Not a good weather. артиклін қоя алмаймыз, себебі weather саналмайтын зат есім, ауа райы. Сондықтан артиклімен жүрмейді. Және бұл зат есімдерді біз көпше түрге қоя алмаймыз. Мысалы, breads, furnitures деп айта алмаймыз. Мағынасына қарай көпше түрді білдіріп тұрса да, мысалы, where are you going to put all your furniture? Not furnitures. Сен мына жиһаздардың барлығын қайда қоймақшысың? Мағынасына қарасақ, жиһаздардың, яғни көпше түрде меңзеп тұр. Бірақ біз furniture сөзі саналмайтын зат есім болғандықтан, оны көпше түрге қоя алмаймыз. Келесі мысал, let me know if you need more information. Саған қосымша көбірек информация керек болса, көбірек ақпарат керек болса, маған айт дейді. Бұл жерде біз not informations, бұл жерде біз informations деп қолданып тұрған жоқпыз. Себебі information саналмайтын зат есім, ал біз білетіндей саналмайтын зат есімдер көпше түрге қойылмайды. Осылардың арасындағы тағы бір ерекше сөз news сөзі. News ол саналмайтын зат есім, бірақ соңында тұрған s әрпіне қарамастан ол көпше түрде тұрған сөз емес.
Мысалы, the news was unexpected. Байқасаңыздар, біз was сөзін пайдаландық, яғни жекеше түрде тұрған зат есімдермен жүретін етістікті пайдаланып тұрмыз. Біз the news were unexpected деп айтпаймыз. Біз was'ды пайдаланамыз. Даже бұл енді past simple деп аламыз, ал present simple'да the news is unexpected болады. Are unexpected емес, is unexpected. Яғни news сөзі ол жекеше түрде тұр. Travel бұл зат есім саяхат деген мағынада, бірақ біз оны trip, journey сөздерін ауыстыруға қолдана алмаймыз. Travel сөзі ол саналмайтын зат есім, ал trip, journey ол саналатын зат есімге жатады. We spent a lot of money on travel. On a travel деп біз артиклін қоя алмаймыз. Travels деп біз көпше түрге қоя алмаймыз. Ал trip, journey сөздерін қоюға болады. Себебі олар саналатын зат есімдер. We had a very good trip. We had a very good journey. Артиклі қолданылып тұр, себебі саналатын зат есім. Келесі бір таблица бұл саналатын және саналмайтын зат есімдерге салыстыру жасау үшін. I'm looking for a job. Саналатын зат есім job сөзі жұмыс мағынасында. A job. I'm looking for work. Not a work. Just work. Яғни work саналмайтын зат есім артиклінсіз жүреді. What a beautiful view. View саналатын зат есім артиклімен келіп тұр. What beautiful scenery. Scenery саналмайтын зат есім. It's a nice day today. A day. It's nice weather today. Weather саналмайтын зат есім. We had a lot of bags. Bags саналатын зат есім. We had a lot of baggage or we had a lot of luggage саналмайтын зат есімдер. These chairs are mine. Chairs көпше түрде саналатын зат есім. This furniture is mine. Furniture саналмайтын зат есім. That's a good suggestion. A suggestion саналатын зат есім. That's good advice. Advice саналмайтын зат есім. There were a lot of cars. Cars көпше түрде саналатын зат есім. There was a lot of traffic. Traffic сөзі саналмайтын зат есім. Мағыналары бір-біріне ұқсас болса да, бұл сөздер біреулері саналатын, ал біреулері саналмайтын зат есімдер.